Енді алдында айтылған формуланы біз, оказывается, болжам жасау мен санын бағалау мақсатында қолдансақ болады екен. Иә, енді айтады, қалада ұл балалардың тууының статистикалық жиілігі 0,1 дейді. Негізі бала туылатын кезде бізде енді бала немесе ұл немесе қыз болып туылады ғой. Негізі вероятность басында ықтималдылық 0,5-тен, 50-де 50. Бірақ дәл осы қалада, оказывается, уже статистика жасалған, то есть определенный уақыт өткеннен кейін статистика қарайтын болса, оказывается, жиілік 0,1 екен. То есть ұлдар бізде кішкене ғана көбірек жиірек туылады екен, қыздарға қарағанда. Енді осыны біз білетін болсақ, 0,1 екен статистикалық жиілігін. Онда 2000 баланың ішіне 2000 баланың ішіне қанша ұл туылатынын білу үшін жай ғана осы 2000-ды мына жиілікке көбейтуім керек екен. Сол кезде шығады менде 1020. Яғни 1020 ұл болып тууының біз 1020 болады деп күтсек болады. Өйткені дәл осы қала үшін, оказывается, жиілік бізде 0,1-ге тең екен. Әртүрлі факторларды ескеру керек. Мерген нысанаға бірнеше рет оқ атты дейді. Оның тигізе алмау жиілігі 0,2-ге тең болды дейді. Жалпы мерген оқ атқан кезде екі-ақ нәтиже болады. Ол либо тиеді, либо тимейді. Бүкіл барлық ықтималдықтың бірден алатын болсам, онда жиілік бұл тимеуге 0,2 болса, тиюге 1-0,2 тең болады 0,8. Бұл яғни тиюдің несі, вероятності. Енді бір жерден не шығады бізде? Сонда барлығы 80 оқ атқан болса, және тию жиілігі 0,8 болатын болса, онда ол 64 рет тиген деп мен болжам жасасам болады. Яғни бұл 64 рет тиген деп айтуға болады екен. 80-нің 0,8-ін көбейткен кезде. Ұзақ тәжірибе барысында тиынды 500 рет лақтырған дейді. Нәтижесінде елтаңба жағы 245 рет түсті дейді. Осы тәжірибедегі елтаңбаның түсу жиілігі оның теориялық ықтималдылығын қаншаға ерекшеленеді дейді. Негізі теоретически да, басында біз монетаны лақтырмай тұрған кезде біз білеміз да, либо менде елтаңба шығады, либо менде сан шығады, екеуінің біреуі. Екеуінің де орындалу несі, жиілігі, то есть вероятность ықтималдығы 50%-дан да, 50%-дан немесе мен 0,5 деп алсам болады екеуінде. Бірақ мына жақта, оказывается, уже эксперимент жасаған, көп рет жасаған, сол кезде елтаңба 245 рет шыққан. Демек, елтаңбаның шығу жиілігі 245 бөлу 500 болады ғой. 5-ке қысқартсам менде 100-ден 49 шығады. Бұл дегеніміз 0,149, яғни именно елтаңба шығудың ықтималдылығы. Енді маған, значит, қаншаға ерекшеленетін болып тұр? Кәдімгі ықтималдылықтан 0,15 минус 0,149 тең болады 0,101. Осыншаға ғана ерекшеленеді екен да, оказывается. 4-ші тапсырмада айтады, статистика бойынша тексерілген 400 дәннің 180-і өніп шыққан. Дәннің өну жиілігін табыңыз және осы мәлімет бойынша 1000 дәннің ішінен неше өнетінін болжаңыз. Міне, жалпы қазір біз 400-ге байланысты қарайтын, 400-дің 180-і шыққан болса, онда оның өнімділігі, яғни өну жиілігі менде 4-ке қысқартсам 100-ден 95 болады. 100-ден 95. Бұл мен жиілік таптым. Енді именно 1000 дәннің ішінен осының қанша өніп шығуын табу үшін мен осы жиілікке көбейтемін 1000-ды. Сол кезден олар қысқарған кезде 10 қалады. Демек 950 дән бізде өніп шығу керек екен, біздің болжам бойынша.